Birga Arafat. Бүгін біз арба, велосипед, мотоцикл, іште жаратып қозғалтқыш, мопед туралы айтатын боламыз. Тарихы яғни сонымен бастаймыз. Доғалық бұл адамзат тарихындағы ең тамаша өнертабыстың бірі болуы мүмкін. Ол болмаса көптеген механизмдер, сағаттар, турбиналар, велосипедтер мен автомобильдер жұмыс істемейді. Оны қашан ойлап тапқанын ешкім нақты білмейді. Бірақ Месопотамияда, яғни қазір Ирактың аумағы екен Месопотамия, табылған 5000 жыл бұрын алынған суретте доғалақтың бейнесі бар. Ол қысшылар қыш құмыра жасайды, қыш дөңгелек. Месопотамия тұрғындары 300 жылдан кейін сүйреткіге доғалақ салып арба жасады. Осылайша доғалақ көліктің тарихы басталды. Арбалар және күймелер пайда болды. Оларды 20 ғасырға дейін қолданды. Есте сақтаңыздар бұл ақпаратты. Ең алғашқы доғалақтар тұтас ағаш дискілерден жасалған. Содан кейін хеттер сым шабақтары бар доғалақты ойлап шығарды. Олар соғыста екі аяқты күйме арбаға қолданды. Енді велосипедтің тарихын айтайық. 1791 жылы Францияда 3 доғалақ Шелли Рейфер ойлап шығарды. 20 жылдан кейін Карл Дрез фон Зауэброд деген фамилия десеңіздер. Оған руль қосты. Оның көмегімен жүргізуші алдыңғы доғалақты бұрып, машинамен шеңбер жасай алатын болды. Бірнеше жылдан кейін ағайынды Мишо тепкі, содан кейін тежеуіш ойлап шығарды. Алғашқыда алдыңғы доғалақ артыңғы доғалаққа қарағанда үлкен болған екен. Кейбір елдерде автомобильдер орнында велосипедпен жүрген адамдарға мемлекет сыйлық ақы береді екен. Себебі автомобиль ауаны ластайды. 1860 жылы енді іште жаратын қозғалтқыштың тарихын айтайық. 1860 жылы француз механигі Этен Ленуар газбен жұмыс істейтін алғашқы қозғалтқышты ойлап тапты. Құрылғы болашақ автомобильдердің қозғалтқыштардың негізі келгеніне ұқсас. Екі толтыру білтесі, піспегі бар, цилиндр, қос тактілі жұмыс циклі бар екен. 1876 жылы неміс инженер Николаус Отто 4 тактілі қозғалтқышты ойлап шығарды. 1883 жылы Готлиб Даймлер және Карл Бенц қозғалтқышты бензинмен жұмыс істейтін алғашқы автомобиль жасады. Міне, іштен жанатын қозғалтқыш пен автомобильдің тарихы. Енді мотоциклдің тарихына көшейік. Бірінші мотоцикл 1885 жылы Германияда ойлап шығарылды. Бұл қатынас құралы болды. Ол тепе-теңдікті сақтау үшін оның екі жағына кішкентай доңғалақтар армен және іштен жанатын қозғалтқышпен жабдықталды. 20 ғасырдың басында бак, руль, подвеска, шынжырлы беріліш және басқа да әртүрлі аксессуарлары бар бірінші мотоциклдер шықты. Мұны есте сақтау керек. Енді атақты мопед туралы айтайық сіздерге. 1946 жылы Италияның Понтеррада қаласында орналасқан Piaggio зауытында Vespa мопедінің жаңа бір үлгісі жасалды. 1947 жылы Миланда бәсекеші Ино Точетти мопед жасап шығарды. Мұндай мотоциклдер кептелісте жылдам жүреді. Олар бүгінгі күнде өте үлкен сұраныс бар дейді. Ал енді сол мотоциклдің несін айтайық, механикасын.
Ода руль бар, бар, газ шығаратын түтік бар, қанаты бар, алдыңғы доғалағы бар. Сонымен осымен достар, бүгін біз осымен аяқтаймыз. Видео ұнаса лайк басыңдар, каналға жазылыңдар, комментарий жазыңдар. Сау бол.